Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздермен бірге өте қызық тамақ жасасаң асты күймейтін ғажайып тефлон ыдыстары және олар шақыратын аурулар туралы айтатын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бәріміздің ас үйімізден асты күймейтін таба немесе қазан табылатыны анық, иә? Тіпті жақсы екен деп түр-түрімен алып қоямыз. Ал сіз осы асты күймейтін немесе күйдірмейтін ыдыстың астарында не жатқанын ойладыңыз ба? Майды аз құю, тамақты күйдірмей дайындау, калориясы аз тағам дайындау. Өте оңай және оған көмекші тефлонды асты күйдірмейтін қазан. Шын мәнінде сіздегі көптеген себебі белгісіз ауруларыңыздың салдары үйдегі осы ыдысыңыз болуы әбден мүмкін. Ол туралы мен сізге алдағы уақытта айтып беретін боламын. Дәл қазір каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Тефлон ыдыстар әлеміне келмес бұрын оны әскери орындарда, әсіресе ракета жанармайын сақтау станцияларында қорғаныш ретінде пайдаланған. Оның су өткізбейтін, күйдірмейтін және көптеген қорғаныш қасиетін байқаған шетелдік компания ыдыстар әлеміне пайдалануды ойлайды. Нәтижесінде елдің бәрін таң қалдырған асты күймейтін қазандарыңыз өмірге келеді. Қандай да бір кез келген металл, пышақ болсын немесе ыдыс жуғыш металдар тефлонды оңай бүлдіреді. Бүлінген тыртық орнына түскен су немесе май әрекетке түсіп, есесінде тефлондар ыдырай бастайды. Мен қазір экранға шығаратын боламын фотоларын. Біріншіден, дәл осылай антикүйіктік әсері төмендеп, екіншіден, әр ыдыраған тефлон қалдығы тағаммен бірге сізге түсіп отырады. Вашингтон қоршаған ортаны қорғау ұйымы осы уақытта дабыл қағуда. Яғни, тефлонды өнімдер адам өмірі үшін өлім қаупін әкелердей зиян деп. Себебі ол канцерогенді қасиетке ие. Алынған зерттеулер бойынша сүт бездерінің, асқазан ішек жолдарының және жыныс ағзаларының қатерлі ісіктеріне алып келген. Сонымен тефлонды ыдыстарымыздың күйуге қарсы жамылғысы перфторактан қышқылы екі жағдайда адам үшін өте қауіпті болып саналатын болды. Біріншісі, ыдысқа қандай да бір кішігірім болса да зиян туындаса. Екіншісі, жоғарғы температурада қыздырылған жағдайда. Екі жағдайға да біздің өмірімізде ешқандай да кепілдік жоқ. Сондықтан мен сіздерге керамикалық және өзіміздің бұрынғы әдемі әрі мейірімді шойын қазандарымызды пайдалануды ұсынамын. Видео соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.